Şunun boyunda seni istedim, ben oyunda ümit istedim. Muhabbet kuygundan beni istedim, senin boynunda benim istedim. Жаңбыры жауып, бәрімді тұрмайды, соңғы бірлік сәт есімде қалмайды. Шудың бойында сені іздедім, бәрі ойыма үміт үзбедім. От боп күйгеннен мені іздедім, сенің мойныңда менің іздедім.
Ой, бәрекелді. Құдаларды ағайынды дәл осылай құрметтеді. Ұзын ағашқа жарасар нұргөктегі, құдалармен дәмсіз жараспаса адамның білдерме күн кешпегі. Бүгін міне осы әулет қуанып жүр, қыз үйленіп көңілінде гүл көктеді. Сол тойға келген құдаларым аман бекен, сезімменен тушашпауын сурет келді. Сәлем сездің анасы демей мекен, мақалыме сөздерінен құн бетпеді. Тойларыңыз тойғыласын берекелді. Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламның үмбеттердей. Құрметті ағайындар, міне тойымыз тойға ұласын деп, осы берекелді киелі дастарханымыздың екінші жартысын керемет әнмен ашайық. Осы алтындай қарындасымыз Гүлнараның құрбылары келіп осы тойға үлесін қосып жатыр. Март қыздарыңыздың керемет әні болсын деп бір қошемет соғып қойсаңыздар. Ортада Март қыздарымыз келсін. Армысыздар тойшыл қауым, бүгінгі келген қадамдарыңызға гүл бітсін, екі жасымыз бақытты болсын.
бар қыздар міне осы өнерде қатар жүрген қыздар бәрі өмірде теңін тауып міне отбасы болған жандардың бірі осы қызымызда. Енді құрметті ағайындар, құрметті құдалар, қолымызға қазақтың қасиетті домбырасынан алдарыңызға шығып тағы да бір өнерге салып өтейік деп жатырмыз. Бұна сыр елі, жыр елінен келген білесіздер, сол сыр елінен Мартайдай адамымызды білмейтін қазақ кем деген. Осы сырнайын қолына алып бүгін қазаққа, әлемге танымал болып жүрген, осы өмірде, өнерде жүрген осы Мұхтар бауырымен домбыра сырнайды қосып тұрып сіздердің құрметтеріңізге Қызылорданың керемет ақыны Шымберген Сүлейменов ағамыздың бір керемет ән орындап берейік деп жатыр сіздердің құрметтеріңізге. Ауылға сағыныш деген ән болса, Қызылорда сыр елі жыр елі деген құдалар болса, тыңдарман болса бір қошемет көрсетіп қалар деген үміттеміз. Қуаныштарыңыз құтты болсын ағай, жастарымыз бақытты болсын. Ағайын айтады ғой, ән айтқанның бәрі әнші емес ағайын, ән жазғанның бәрі шәмші емес. Шапалақ шығармай жауап береді. Алдарыңыздағы қос ұлдарыңызға қол соғып қошеметтеп отырсаңыздар, нұр үсті нұр өшір ағайын, ай бәрекелді ағайын. Рахметіні ауылымыз жасасын деп жатырыз. Ал енді құрметті ағайындар, рұқсат етсеңіздер, Айтолда деймін әншіде арамызда жеткілікті. Құрметті құдалар, енді той тізгінін алып өтеді деген осындағы өнерпаз ұл-қыздарымыз жетіп жатыр деп ескертіп жатырмыз ғой. Сондықтан да Құдай осы көптігімізбен мақтанып тойдың төбірінде жүре бергіміз келеді. Енді рұқсат етсеңіздер, міне осы ауданымызға, облысымызға белгілі болып жүрген жас асаба, сіздердің алдындай келіндеріңіз біздің Гүлнара қызымыздың сыныптасы, досы, өнер саласында бірге жүрген Аллай ұлдарыңызды той көрді жағдайын. Құрмет қосыңыз, Рахмет. Едеген шапалақтан бір ағайын қошемет.
Құрмет жақсылар, бағана айтып жатыр ғой, мен бөтен емеспін, осындағы алтындай Гүлнара қыздарыңыздың кластасы болам, кішкентайдан бірге өскен Дарханның досы болам, бөтен емеспін ағайын менде. Таңдай шарғырап, таңдай тақылдап, алдарыңызға қақылдап шығып тұрған бала кім деп тұрған шығарсыздар. Менің атым Абылай, роддомда туылғам, үйленбегем, сенбесеңіздер келіншегімнен сұраңыздар. Былтырғы аламан спорт жүлдегері, Шабыт фестивалінің лауреаты, Жайдарман ойындардың ең үздік актері деген атақтарды армандап жүрген қарапайым Жамбыл ауданы Ұзынағаш ауылының Сардамалы Абылай деген баласы мен боламын. Бәрекелді, қалайда қымбат жақсылар, рұқсат болса мен ортаға той иесі Серік көкемізді ду қол шапалақпен қошеметпен ортаға шақырайыншы. Серік ағама бір қошемет сап қойыңыздар ағайын, бәрекелді. Құрмет қонақтар, бірі білсе, бірі білмес, Серік ағамыз красавчик ағайын. Серік ағамыз красавчик. Дядя Серік красавчик! Вот мен айтқан жоқпын ағайын. Қазақстанның ғалымдар зерттепті аға. Қазақстанда ұшақ красавчик тапсыздар ғой. Біріншісі Нұрсұлтан Назарбаев, екіншісі Серік ағамыз екен ағайын. Красавчик. Үшіншісі Дархан екен. Құрмет жақсылар, құрмет қонақтар, рұқсат болса мен Серік ағамнан сұрайын. Серік аға, Ләззат апайымызды үйде еркелетесіз ба? Иә. Қайтып еркелетесіз? Бәрекелді, сен күшті болып Ләззат апайымыз еркелет шақырыңызшы, мысалы. Ақ қояным менің. Көсек қойнем ба? Көкәлі қойнем ба? Жаным, ортаға керші деп еркелет. Келе ғой жаным ортаға. Қалайда құрмет жақсылар, бірі білсе, бірі білмес, жалпы Ләззат апайымыз красивая! Ләззат апайымыз красивая! Симпатичная! Современная! Модная! Жынна тисе нервная деп отыр. Жынна тимесе, вот апайымыз красивая бәрекелді. Құрметті қонақтар, құрметті аға тәте, той қуаныштарыңыз құтты болсын. Мен сәл кешігіп келдім, айып етпеңіздер. Жалпы кереметтей барша жақсының басын жиып, алдарына барын үйіп, бүгінгі той қалай өтеді екен деп жандарын шүбірекке тиіп отырған менің ағам мен тәтеме аямай қошемет соғып қойсаңыздар. Қалайда құрмет қонақтар, ешқандай тойда, ешқандай жерде болмаған шоу болсын. Бәріміз білеміз, Гүлнара Жамбыл ауданының бетке ұстар әнші қызы. Ол дауысы деген енді айта алмаймын. Гүлнара кетіп қабет, бәріміз біртүрлі болып жүр қазір екен. Рұқсат болса, сол әнші қыздың папасы мен мамасы екен дәлелдемекшіміз біз. Фонограммамен ойындамаңыздар, папа. Ойындамаңыздар. Микрофон ретінде бір не бересіз ба маған? Бананнан біреу бересіз ба? Рұқсат болса. Біз алдамаймыз ешкімді. Микрофонды елестетіңіз аға. Бәрекет. Мамама да бір банан бересіз. Бәрекет. Сіздің микрофоныңыз болады? Сіз мына жаққа тұрып өтсіз ма? Көш жерге тұрып алыңыз. Қазір мына жақта мамам өлең айтқан кезде кәдімгідей Ерке Смахан келген сияқты, Алла Пугачева, Мақпал Жүнісованы көрген сияқты бәріміз орнымыздан тұрып, айқайлап, шыңғырып, сөйтіп көрейікші, жарай ма? Мына жақта қазір папам өлең айтқан кезде бәріміз орнымыздан тұрып, айқайлап, Қайрат Нұртас, Төреғали келген сияқты, сол кісі өлең айтып отқан сияқты шулап, айқайлап, поддержка берейік. Бәрекелді. Бірінші тексеріп алайық. Мамам командасы, дайынбыз ба? Сау ғой деймін, халал қойдым. Халал қойдым. Папам командасы, дайынбыз ба? Папам командасы деген! Міне, осылай бол керек, тағы бір керек. Мамам командасы, дайынбыз ба? Бәрекелді, ал енді бірінші болып, папа сіз бастайсыз. Микрофонды елестетіңіз, кәдім айтып жатасыз, жеп қоймаңыздар. Айтасыз, бәрекелді. Бірінші болып, Серік ағамыз бастайды. Есімде болмайды.
Бәрекелді. Папа мен мама қалай өлең айтты? Бәрекелді. Ал енді рұқсат болса, қай команда жеңгенін сіздер анықтайсыздар. Папамның командасы бір-екі үштігенде папалаймыз. Па-па-па-па-па-па. Жай ғана папалаймыз ғой бәрекелді. Бір-екі үштігеніңіз, поехали. Рахмет, сіздер күлмеңіздер. Сіздер мамалайсыздар. Мамалаймыз, Мария, кет. Ал енді қай команда жеңгенін шапалақ арқылы анықтаймыз. ЮНАС победитель! Победитель! Победительница! Победитель! Победительница! ЮНАС победила дружба! Құрметті жақсылар, достық жеңді. Папам мен мама бірдей болды ағайын. Ол сіздердің арқаларыңызда бір кереметтей ән шырқап берген. Папа мен мамаға бір қошемет соғып қойыңдар. Бәрекелді, рахмет. Ал енді қымбат жақсылар, жалпы рұқсат болса, бүгін қуаныш, бүгін той болғандықтан ойын күлкі әлі алдыда. Мен рұқсат болса, осындағы алтындай генерал құдаларды бір жерде байырғы құдалар деп жатады, бір жерде ескі құдалар дейді. Мен ойымша генерал құдалар деп айтқан жарасатын секілді. Осындағы алтындай генерал құдаларды асаба алаңына ақ тілек кезеңіне шақырып алайық. Бүгінгі кереметте екінші апта сарқанды ақ тілегімен ашып берсін. Генерал құдалар, күміс апамыз бастаған. Ганнибал, Ная, Тоқтағысын, Берікқали, Бақыт, Радион, Айнұр, Бақыт, Берікқали, Тоқтағыз, Ганнибал, Ная, күміс апа, олдаға билер. Генерал құдалар берген, билер. Генерал құдаларға бір қошемет соғып қойыңдар. Сер шоке ата, бәрекелді. Не ожидали? Біз ойладық генерал құдалар деген серьезный бит шыға ма деп ойладық. Жоқ, күшті билеп шықтыңыздар. Ал енді ақ тілек кезекті алғашқы болып бастайтын жол үлкен, жас үлкен атамнан бастайын, не? Бәрекелді. Ал енді құрметті жақсылар, біз қазақ халқы құда бол деп қинаймыз, құдаларды құдайдай сыйлайтын ұлттардың біріміз. Алтындай құдалар сөйлеп жатқан кезде шоламай, кеңіз. Ал енді құрметті құдағи, мына екі балаңның көтерген шаңырағы биік, босағасы берік болсын, еш жамандық болмасын, тойға аласын. Баладан бақыт болсын, шаңырақтар биік болсын. Әрқашан да шаңырақтар биік, үйренген биік болсын. Әрқашан да той жалғаса берсін. Бақыт болсын, екі шаңырақ. Олар құдағи тойлар болсын. Не айтамын? Еңбектеріңді бақытты болсын, тойларыңды құтты болсын, жастарыңды жас болсын. Құрметті Серік аға, Ләзтабаев,
бүгінгі мына құдалықтарыңыз құтты болсын. Еш уайымдамаңыздар, өте жақсы, керемет, бәріміз көңілде атқарып жатырмыз. Ал біріншіден жаңа құдалар төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Ұзынағаш ауылына қош келдіңіздер, алтын көпірлеріңіз беріп те мықты болсын. Мен айтатын едім, сіздер өте бір керемет әулетпенен құда болдыңыздар. Өйткені бұл әулеттің ауызбірлікті, өте ниеттері түзу, жүректері ақ, Алланың нұры жауған әулет деп айтатын едім. Апамыз бар ортамызда, осы немерелерінің, балаларының денін саулығын тілеп, қамқоршы болып, жанашыр болып отыр. Әр ата-ананың арманы балаларын құтты орнына қондыру, бақытты болғанын қалайды. Осындай әулеттен ұшып, сіздердің әулетке жетіп отырған айдай сұлу аппақ біздің Гүлә қызымыз, мен ойлаймын сіздерді сыйлайды, ибалы, инабатты келін болатынына мен сенемін. Мамасының, папасының тәрбиесін алып, сіздерге де сол ұяда не көрсе, ұшса соны ілетеді ғой. Осы тәрбиені сіздер үйде де көрсетеді. Бүгін бала келін болып отырса, келесі жылы ана келін болсын, одан кейін дана келін және дара келін болсын. Сіздердің ұрпақтарыңызды көбейтіп, өніп, үлкен, көп балалы ата-ана болсын деп тілеймін. Ал құрметті құдағи, сіз өте бақыттысыз. Сіздің құдағиыңыз бар сырласатын. Менің құдағиым, мен Болат құданың құдағиымын. Менің құдағиым 18 жыл бұрын бақилық болыпты. Сіздерге қарап, қызғана да қарап отырмын. Осы мүмкіндіктеріңізді жіберіп алмаңыздар, бір-бірлеріңізді бағалаңыздар, сыйлаңыздар, құдағи сырласындай, құда құрдасындай болсын. Бірақ та менің құдағиым өрнелік болса да, менің құрдасым да, сырласым да құдам отыр осы жерде. Жаңағы құдағиымның көзін көрген кісілер бар, апамыз бар, Ләззат құдағиымыз бар. Осы кісілерге мыңда бір рахмет айтамын. Мен шын жүрегіммен қуаныштымын. Құдалықтарыңыз 1000 жылдық болсын, күйеу балаларыңыз 100 жылдық болсын, өніп өссін, біздердің мақтанышымыз болсын. Әрқашан абыройлы, үлгілі, өнегелі жанұя болатынына мен сенемін. Бақытты болсын жастар. Сен құдай, Ләззат құдағи, қыздарыңыз жолды болсын. Мол дастархан жасап отырсыздар, жақсы ұзағымыз болсын. Құдалықтарыңыз 1000 жылдық болсын. Ал 2 жасқа бақыт тілеймін. Өмірлері ұзақ болсын, құрған шаңырақтары биік, келеңгілер кең болсын, терезелер тең болсын. Құрметті құдағилар, келген қадамдарыңызға гүл бітсін. Мерекелі, берекелі 1000 жылдық құда болыңыздар. Иманды, мейірімді 100 жылдық күйеу болсын. Тойымыз тойлаласын, жастар бақытты болсын. 2 жасқа бақыттың баяндысын, махаббаттың аяулысын тілеймін. Алланың шапағатын тілеймін. Әрқашанда жүздеріңнен күлкі кетпесін, бақытты болыңдар. Иманды, мерекелі шаңырақ иесі болыңдар. 2 жас, 2 жаққа да ата-анаға құрметті болыңдар. Сол кісілердің жолын жалғастыра біліңдер. Әрқашанда жүздеріңнен күлкі кетпей, ағайын туысқа сыйлы, кішіге үлгі болыңдар. Ләззат апай, Серік аға, сіздерге қыздарыңыз жолы болсын. Әрқашанда құдалықтарыңыз 1000 жылдық болып, жақсылықта, береке бірлікте араласып жүре беріңіздер. Басқа не дейміз енді, Алланың нұрын жаусын. Әрқашанда бақыттың базарында, Алланың назарында күліп ойнап жүре беріңіздер. Тек қана жақсылықта бастарыңыз болсын. Бәрекелді.
Бәрекелді қымбатты генерал қолдары тілек ниеттеріңіз қабыл болсын, бастарыңыздан бақ кетпесін, астарыңыздан тақ кетпесін, пенсияларыңыз көп болсын ата. Уайым қайғы жоқ болсын. Немеренің, шөберенің қызығын көріңіздер. Пенсияның қызығын солар көрсін. Я, естелікке бір фотоға соламыз ба? На память фотографирую. Тегізген, құйрық бауыр жегізген, айналайын құттардан, құттасы бар кегізген, құтталарым аймекен, құттағыйым күнбеген, құда мененен құдағыйға, қошеметің қайда екен, ана қыздың алқасай, мына қыздың алқасай, осы тойдың болары, екі жасың алқасай. Бәрекелді. Ал енді қымбат жақсылар, келесі кезекті керемет әңгіме ұсынайын. Мен Гүлнараның сіңілісі Айнұр қыздарыңызды ту ол шапалақпен, қошеметпен ортаға шақырайын. Айнұрдың орындауында әйелдің бақыты деген ән болсын. Я, бәрекелді. Бір билеп аламыз бағынып бейнетлен қойып. Айнұрға қошемет соқ қойып. Çıkarın ilgin kapatın.
Aynen. Шапалақ соғып қойыңыз. Айолын қой, айолын қасайды. Айолынға қошемет соғып қойыңыз. Керемет орындар шықты, молодец. Қанша жасың айол? 11 жасында осындай ән айту деген мен ойлаймын. Ерлік қой, бір қошемет соғып қойыңыз. Бәрекелді енді құрметті құдалар қауымы, жалпы әулетке қош келдіңіздер. Қадамдарыңызға нұр бітсін, гүл бітсін, жыр бітсін. Мен бағанадан бері айтпай отырмын, өйткені қаймағын сақтап отырмын арнайы істер үшін. Жалпы құрметті құдалар қауымы, ақындар мен батырлар еліне қош келдіңіздер. Кірген жерде жазып тұр ғой, ақындар мен батырлар елі деп. Жалпы жыр атасы Жамбылдың үйі бар, Сүйінбайдың күйі бар, жігіттерінде бойында ыстық қаны бар, қыздардың қырық үйде шамы бар. Жалпы жыр атасы Жамбыл еліне қош келдіңіздер деп аямай бір шапалақ соғыңыздар. Ал енді құрметті құдалар қауымы, арнайы сіздерге арналған күшті ойын бар қазір. Ойынның аты келдің, алдың, кеттің деген ойын. Келесіздер просто приз берем, қайтадан билеп, қинамайды. Кім бар? Тарзан бар еді, қасым бар. Әкел, алып келесіз ба приз? Құдалар жақта кім бар? Қинамаймыз. Билет, секірді, өлең айтқыз, бұны ештеңе жоқ. Ағам аты? Алматыға ортаға билеп, қошеметті қойып Алматыға билеп. Алматыға мен есіммен ойдың негізі. Алматыға қинамайын, просто билет десеңіз болды. Шапалақ соғып қойып, өзіңіз шығасыз ба, бәрекелді. Қошемет соғып қойып, Рахмет, не деген күшті би. Атыңыз? Гүлмира. Гүлмира құдалыға бір қошемет соғып қойыңыздар. Гүлмира құдалығы бағана айтқандай, ойынның аты Келдің, алдың, қайттың ба? Келдіңіз, алдыңыз. Көрдіңіздер, қинамайым, кім бар тағы? Көкегеңіз, көкеме қошемет соғып қойып. Не деген күшті би. Атыңыз? Тархан құдамызға қошемет соғып қойып. Тарханаға ойынның аты? Келдің, кеттің. Ортасында алдың қалып қойды. Сіздікі келдің, кидің, би. Би. Күшті би. Бар ма да? Кім бар да? Мен бар. Кеңіз тұғы. Бізге андай сияқты ғой, кіргейт сияқты ғой, бір мерсеге егіз өткен. Кеңіз тұғы. Көкіңіз. Бәрекелді. Жақсы бейт сияқты көкіңіз. Күлі. Штаны дегендегіз. Атыңыз? Қахарман. Қахармандаға. Бір орда тұрып келдіңіз. Қахармандаға ойынның аты? Келдің, алдың, кеттің. Деген акция бітіп қалды қазір. Мен сізге жұмбақ қоям. Алмаға деген ғой. Келдің, кеттің ба? Жоқ, сізге. Әлі тұрмын мен. Сізге жұмбақ қоям. Тапсаңыз берем, таппасаңыз да берем. Құдасы ғой. Жұмбақ оңай ма, қиын ба? Любой. Любой деген жұмбақ. Ойланыңыз аға. Сіздің әйеліңіздің аты кім? Гүлмира. Дұрыс! Гүлмираға бір шабыласақ қой. Енді ойынды сәл қиындатайық. Біз жануардың дауысын қоямыз, тапқан адам қолын көтеріп, менен приз алып кететін болады. Мынау қандай жануар? Кеңіз апай.
Рахмет, күшті билейді, шынында қосқан. Күшті билейді, ең күшті. Атыңыз? Ғалия. Күшті билейсіздер екен. Ғалия абайымызға шапалақ соқпайықшы берген. Ғалия апай, қандай жаны бар? Ой, сүйірді. Ой, дұрыс таптыңыз. Жұмбақ оңай ма, қиын ба? Оп-оңай жұмбақ қойын, е? Ойладыңыз, оп-оңай жұмбақ. Ешкі бар емес пе ешкі? Соның подружкасы кім? Теке байы, теке муж. Подружкасы. Шыбыш? Шыбыш, сіңілісі ғой, сестренка. Ау, Ешкі ойдыңыз? Жой ешкі мен ешкі бір-бірін көре алмай ма? Кім? Май тоқал ешкі. Ятсыз. Тоқал ешкі екеуі жол. Екеуі жол. Ау, қой құдағыйы. Тоқтыбайша апасы қайды. Білмейміз, я түс жауын айтайын апай. Ешкі шіркін мал емес па? О да подружка болмайды екен. Үсті жануар мал қайын подружка бәрген. Келесі. Кеңіз, құдағый, бәрекел. Азиза құдағайымызға бір қошемет соқ қойыңыздар. Құдағай, қандай жан бар? Ит дұрыс таптыңыз. Сізге жұмбақ оңай ма, қиын ба? Нормальный деген жұмбақ байы. Нағыз әйел таңертең ерте тұрып не істейді? Есік алдын сыпырады. Тұра ұзақ қой. Тұра ұзақ. Қой мен сыпыртқым қайда демейді ғой? Денесіне сәлем. Дұрыс ол екінші, бірінші. Беті оны жуады. Жоқ. Ау, Төсегіңіз. жоқ ондай. Ау. Кім айтты? Көзін ашып дейтін. Көзін ашпаса қайтып көреді ғой. Бәрекел, не істейді? Бәрекел, не істейді? Күйеуін іздейді. Жақындап қалдыңыз, жақындап қалдыңыз. Дұрыс жауап айтайын, иә? Дұрыс жауабы нағыз әйел. Таңертең ерте тұрады да күйеуінің миын жейді. Бәрекел. Келесі жамылы. Соңғы рет көш бір рет. О, кеңіз. Кеңіз құдағай. О, құдағай. Шапалақ соқ қояқшы құдағайда. Құдағай кейде? Шапалақ соқ қояқшы бәрекел. Не деген актерский қабілет көрдіңіздер оны? Бәрекел. Қандай жануар апай? Қозы. Емес екен. Жақындап қалдыңыз ау? Қой. Қойды емес. Ешкі. Дұрыс, ешкі кеп бәрекелді. Енді сізге жұмбақ қоям білесе, оңай ма, қиын ба? Қиын. Қиын жұмбақ. Ойланыңыз, өте қиын жұмбақ. Нағыз әтеш, нағыз қораз. Таңертең ерте тұрып, не істейді? Таңертең ерте тұрып. Кукареку деп қайда. Не істейді? Кукареку деп. Қораз ба? Қайтып? Кукареку. Одан бұрын бірден істейді ол кісі. Ау! Таң атты дейді. Көміш. Бөліп барады, қораз тұрып. Таң атты деді. Ау! Бәрекел, не істейді? Кукареку дейді өтченді. Аңдың сөйт.
бәріне сағаттан 3:30 болды, кішкене сот кетіреді. Қанатын қағат дейді. Бәрекелді атама қошемет соқ қойып. Естейді адам. Азан шақырады. Адам бас сайланды кейсін. Жоқ, азанды мешітте шақырады ғой. Жоқ, тұршауын айтайын, иә? Нағыз қораз құдағай, нағыз қораз. Таңертең ерте тұрады да бүйтіп шығады. Шығады да оңға қарай, солға қарай. Ешкім жоқтан көреді да өзі біледі не істейді. Өзі біледі деген бұл, білмейміз ғой, қораздан көрді. Шапалақ соқпай. Бәрекелді. Ал енді қымбат жақсылар, соңғы жануар болсын, последний жануар. Мәңгекеңіз. Мәңгеге бір қошемет соғып қойып, марат қыздарыңызға. Мәңгеге рахмет. Ендеген дейм әке қошемет соғып қойып. Ендеген адам мәңгек. Мәңге, қандай жануар? Жылқы. Жылқы, бір ұстаттыңыз. Білесі қояды, жұмбақ оңай ма, қиын ба? Оңай. Оңай жұмбақ. Карантинде, Ұзынағашта хит болған ән. Ауылда хит болған ән. Коронавирус? Кет. Жоқ. Алматыда қаттық да бізде ондай. Карантинде болған жоқ қой бізде. Қандай Ұзынағашта хит болды, бәріміз кәдімгі жылап тыңдадық соны. Ау, қара шағарға жылап жүрсің ба сен? Қара шағарға. Тұршауын айтайын, иә? Ұзынағашта, құрмет құдалар, хит болған ән «Сағындым алматымды» деген. Түсінгендер түсінді, түсінбегендер түсінбей отқан шығар. Өйткені Алматыға кіргізбей қойды бізді. Ұзынағаштан шығармай қалдық қой, сол Алматыны сағындың ба сендер сол кезде? Мен Алматыда болдым кіз. Мартқа қошемет соғып қояды, мәке сол кезде біздің ауылда рахмет. Ал енді қымбат жақсылар, мына жерде күшті приз бар құдаке? Біреу. Мына призді осы жұмбақтың жауабын тапқан адамға берем ағайын. Тамадада не жоқ? Бәрекелді. Не жоқ? Ят жоқ. Ятсыз деді ғой. Ят бар. Зарплата бар. Тақым берем деп отыр. Зарплата бар. Ау, қазір ашып аласың ғой. Ау, қыз жоқ. Үйленген. 2 балам бар. 3 кредитім бар. Қыз жоқ деген. Ау, бәрекелді, не жоқ? Арам ой жоқ. Андасында бар. Ау, той неге, наоборот, той күнде болып отыр ғой. О, Гүлнараға қошемет соғып қойып, бәрекелді. Өз тойында өз подарок жегіп отыр. Гүлнара, не жоқ? Жаман тілек, ниет жоқ. Қошемет соғып қойыңыздар, бәрекелді. Біз Самадылар қауымы ешқашан жаманшылық тілемейміз ағайын. Біз тек қана той болсын дейміз. Неге? Өйткені той болмай қалса, біз аш қаламыз ағайын. Рас қой? Жалпы қазақтың дастарханда наны бар, қорасында малы бар. Нұртөбесі Алланың осындай кереметте ата-апаларымыз бар. Тойдан ғана шаршаңыздар ағайын. Қалғанның бізде бәрі бар. Той құтты болсын! Ал енді құрмет жақсылар, жалпы 2 жасқа шын жүректен бақ тілек берген қонақ болса, 10 қолымыз көтерейікші. 2 жасқа шын жүректен бақ тілек берген қонақ болса, 10 қолымыз көтерейік. Кім көтермейді, соң қолтығы жыртып. 10 қолымыз көтереміз. Сөйтеміз да 2 жасы қолдағы бақ еш
ешқашан қолдарынан жібермесін деп, оң қолымызды оң жақтағы адам иығына қоямыз, иығына, плечи ставим, иыққа қоямыз, иығына, оң жақтағы адам иығына. Сөйтеміз да сол бағыттарын вообще ешқашан жібермесін деп, иықты аямай қысамыз. Иық қысамыз, аямаймыз. Қатты қысамыз, ауып кетіп қоймаймыз, қысамыз. Сөйтеміз да екі жас үбірлі-шүбірлі болсын, ұрпақтары көп болсын деп сол қолымыз көтереміз. Ол қыздары көп болсын деп сол қолымызды. Сөйтеміз да сол жақтағы адам иығына білдіртпей жай қоямыз, бір қоймасын. Жай қоямыз. Сөйтеміз да өшімізді аламыз. Қысамыз, бағана сізді қысқан адам. Қысамыз. Сөйтеміз да той құтты болсын деп екі қолымыз көтереміз. 2 руки поднимем. Не істейміз? Шабалап, ең жасқа махаббат, шыптым белеске, биле жақын емеске, осы тойдың болары, екі жас, қалғас емес пе? Әрекетті, алайна қымбат жақсылар, Мұқағали атамыздың бір керемет өлеңі бар. Достыққа жүрмін, құмартып, өлгелі жүрмін, өзімен әртіп. Жауыздың барып жанында уәзір болғанша, досымның барып ауласында өлген мың артығын екен. Жалпы, дос болам десең, досыңды сыйла қымбаттым. Мен дағы сонда сендегі доспен дос болып қалмақпын. Дос болам десең, досыңды түсін қымбаттым. Мен дағы сонда сендегі доспен сырлас болмақпын деген. Бір дос бар мұрнынан қан шыққанша, бір дос бар қораңнан мал шыққанша, бір дос бар кеудеңнен жан шыққанша. Осындағы алтындай әкеміздің шекжаттарын және де достарын, көршілер қауымды асабаларына шақырып келіп отыр. Жалпы алыстағы ағайыннан жақындағы көрші артық дейді. Көршің гаишник болса ағайын, ремень тақпай жүресің. Көршің дәрігер болса ауырмайсың. Көршің бандит болса көшеге шықпайсың дейді. Осындағы алтындай шекжаттар мен достарды, көршілерді асабаларына ақ тілек кезеңе шақырайық. Жанат ағамыз бастаған Гуля, Зәуре, Ертай, Ермек, Райхан, Әскербек, Алмагүл, Әскербек, Райхан, Ермек, Ертай, Зәуре, Гуля, Жанат, Гуля, Зәуре, Ертай, Ермек, Райхан, Әскербек, Алмагүл, Әскербек, Райхан, Ермек, Ертай, Зәуре, Гуля, Жанат менен Гуля, Зәуре менен Ертай, Ермек менен Райхан, Әскербек, Алмагүл. Камано бектіні, шламыны бектіні, ситтіні, капкіні, ситтіні, бектіні, ситтіні, камано бектіні, ситтіні, намыны бектіні, ситтіні, рахмет. Рахмет. Күшті билеп шықтыңыздар, бәрекелді. Қазір сіздерге арнайы бір өлең қоятын боламыз. Рұқсат болса, ағамыздан бастайық. Бәрекелді, кеңіз. Ағына құдалар келген қадамдарыңыз құтты болсын. Енді мына төрімізде әр уақытта тек жақсылыққа келіңіздер, төрімізге шығыңыздар. Енді серік көріңіздер, баламыз жолы болсын. Қайда жүрсе аман бол. Осындай балалардың жақсылығын көріңдер, қуанышын көріңдер. Енді осы барша отырған құдаларға сіздерге бәріміз жақсылық, қуаныш тілеймін. Сіздер де осындай қуанышқа жетіңіздер. Енді апамыз аман болсын, арамызда. Балалар бақытты болсын сіздер. Айын біріншіден құдалар енді. Төрлеріңіз құтты болсын. Құда мың жылдық құда болыңыздар. 200 жылдық қадамдарыңызға гүл бітсін. Апай сізге немереңіз жолы болсын. Сіздің жолыңыз бізге берсін. Аман болыңыз, ауырмаңыз. Осылардың қызығын көре беріңіз. Әрқашан сіз төрден көре берейік. Серклязатив екенін айтарым енді. Жаңызға қыздарымын. Аман болсын. Барған жеріңізді тақтай барсын. Құдалар 10 жылдық болсын. Екең арқашымыз балашағын қызын көре беріңдер. Ұлдардың ендер, ұлдарын үйлендіріңдер, шөбіресіңдер. Біздің жолы сендерге берсін. Енді әрқашан дастархандарыңыз ашыққа жайылсын, береке бірлік болсын. Заманымыз тыныш, аспанымыз ашық болсын.
2 жастарны бастарына бақ болсын, астыларына тақ болсын, арқасын осыларын қызыған тойлап бірге жүре берейік. Сол ниеттілер, сендер қуаныштың арқасы біз ортақпыз. Бәрекелді, ағамда ниеттеріңіз қабыл болсын, керемет тілек болды. Мы тоже вам желаем счастья, успеха и удач, и чтобы вам никогда, просто никогда не ездил врач. Денсаулықтарыңыз мықты болсын, естелікке бір фото болсын, рұқсат болса, я фото на память. Ал енді билеп, прямо подошкенский танец по-шымкентски. Рахмет, ал енді қымбат жақсылар, рұқсат болса мен ортаға мен конверт бермей кеттіңіз ғой, жаңағы біртүрлі болып қалдық бәріміз. Шапалақ соғып қояға қойып сұрады. Ағысты конверт бермей отырсыз. Ал енді қымбат жақсылар, рұқсат болса мен толғанай қыздарыңызды дұл қол шапалақпен, қошеметпен ортаға шақырайын. Менің қос бәйтерегім кірген бір керемет ән болсын. Құлақтарыңыз әнде, ауыздарыңыз дәмде болсын ағайын. Қалыңыздар.
Бәрекелді рахмет. Алайда қымбат жақсылар, рұқсат болса ақ тілек кезеңдерімен қарай алмастырып жалғастырып отырайық. Осындағы алтындай жеңдер қауымын асып алаңына ақ тілек кезеңіне шақырамыз. Жеңдер қауымы Бауыржан ағамыз бастаған, Шынар апайымыз қоштаған, Ғазиз, Нұргүл, Айдана, Дархан, Альмира, Оралған, Айгерім, Нұржан, Нұргүл, Алихан, Сәния, Ұлжан, Айғаным, Мақсұт атты жеңдер билет келіңдер. Жеңдер қайда? Бәрекелді жеңдерге бір қошемет соғып қойыңыздаршы, бәрекелді. Жалпы андай сөз бар ғой, желке ас болмайды, жең ел болмайды деген сөздер бар ғой. Негізі желке ас болады екен ағайын. Желкеде май ет болса, жең ел болады екен. Осындай кереметте қуаныш тойында ат салысып, осындай күліп ойнап жүгірсе, жең де ел болады екен. Бір шапалақ соғып қояды. Ал енді рұқсат болса ақ тілек кезекті алғаш болып бастайтын ағамыздан бастайық, иә? Аға. Ортаға келсеңіз. Көтере болсын. Ал енді іздепай. Аға. Ал тойларыңыз құтты болсын. Мол бақыт, денсаулық барларыңыздың. Бірінші байлы денсаулықты, денсаулықтарыңыз мықты болсын. Осындай дастарханда кездесе берейік. Көбірлі, шөбірлі болыңыздар. Самый главный денсаулық болса бәрі. Келген қадамдарыңызға гүл бітсін, Құда мың жылдық, 200 жылдық болсын. Әрқашан дастархан жақсылыққа жайыла берсін. Әздапай сіздерді мына қуаныштарыңызбен құттықтаймын. 2 жас бақытты болсын. Әрқашан дастархан жақсылыққа жайыла берсін. Бізде мен келесі жылы 2 жастың осындай қуанышында шілдеханада жолыға берейін. Ассалаумағалейкум. 2 жас бақытты болсын, аспандар ашық болсын. Алланың шексіз нұры жаусын. Серғали Сапай, тойларыңыз құтты болсын, қыздарымыз. Гүля, Құсбек, бақытты болыңдар, ауырмаңдар. Жақсы келім бол, ыстығына да суығына да төз келім болған. Бірде оңай, бірде қиын енді. Таңертең тұрып сәлем саласын. Мен де өзім Шымкенттің келінімін. Таңертең сәлем салыңдар. Бақытты болыңдар. 2 мамаңның да, 2 әкеңді де жақсы көріп сыйлап. 2 жақты құрмет де, 2 жақты да бірдей көр. Бақытты болыңдар. Бақытты болсын қыздарымыз. Ал құдалар, төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Аға, жеңге, қыздарыңыз, ұлдарыңыз бақытты болсын. Әрқашан осындай жақсы, көңілді жерде кездесе берейік. Кластасым, жиенім, Рүстекпен бақытты бол. Саған әйел бақытын тілеймін. Саған бар жақсылықты тілеймін. Осындай тойларда кездесе берейік. Бәрекелді, керемет тілек болды. Тілек ниеттеріңіз қабыл болсын, рұқсат болса, бір естелікке фото болсын, иә? Фото на память. Айтылмады ма? Гүлнара, Рүстек жезде, сіздерді бүгінгі қуаныштарыңызбен шын жүректен құттықтаймын. Көтерген шаңырақтарыңыз биік болсын, әрқашан аспандарыңыз ашық болып, жүздеріңізден тек күлкі кетпесін. Ең бастысы денсаулықтарыңыз мықты болсын. Сол бақытты болыңыздар. Бәрекелді. Керемет тілек болды, керемет ниет болды, тілек ниеттеріңіз қабыл болсын, естеліккен бір фото болсын, рұқсат болса, иә? Жақын тұрыңыздар, естелікке бір суретке түсіңіздер, бәрекелді.
Билеп отырайық ағай. Бәрекелді, ал енді қымбат жақсылар, сот болса мен осындағы күй балаларыңыз Арысбекті ду қол шапалақпен, қошеметпен шақырайыншы ортаға. Сіздердің қошеметтеріңізбен пайғамбарды күй баласын сыйлаған бәрекелді. Арысбек. Бәрекелді, қошемет сақтайыңыз Арысбекке. Ал енді құрметті жақсылар, бірі білсе, бірі білмес, Арысбекте негізі өлең айтады. Әнші бір шапалақ соқ қойыңыздар, Арысбек қайылға. Мен ойымда былай, Арысбек Гүлнараға арнап өлең айтып берсең, бүкіл халықтың көзінше, иә? Рұқсат па? Қошемет сақтайық. Арысбек кім алышпайды? Қоса берді. Жалпы құрметті жақсылар, Ayla. Al. Basıyla kalktı buladı ya. Rahmet. Gülnara, Arısbek kay kolunu dursun. On koluma, sol koluma. Al. Өзі білетін қолын көтерсін ба? Өзі қай қолын көтеріп кетті? Шапалақ соқпай қалай. Енді қай қолын көтерсін? Тағы да өзің білетін қолын көтер. Әйелің айтқанын тыңдаған күні тұтты өзің. Арысбек, мен үйленгеніме 2 жыл болып қалды. Мен жалпы үлкен атам айтты маған кеп, ақыл айтты. Абылай деді, мен апаңмен тұрып жатқаныма 40 жыл болды. Бір рет болсын біз ұрыспадық деді. Сол қалай болды деді да? Мен бүйтетін деді, ана ата үлкен кісі. Айтады, Абылай деді, мен апаң енді ұрысты бастаған кезде қораға кетіп қалатым деді. 2 сағаттан кейін келем, апаң ашу басылады, сосын қайтадан шай ішіп отырамыз дейді. Қайтадан ұрысамыз дейді. Қайтадан қораға кетіп қалам дейді. Қайтадан 2 сағат келеміз, шай ішеміз. Ұрысамыз, кетіп қаламыз, шай ішеміз, келеміз, сөйт. Атам айтады, сол қорада әлі тұрып жатырмын дейді. Қалсын қой, рахмет. Дайын болып қалды ма? Баяғыда құрмет жақсылар, баяғыда құрмет жақсылар бір ауылдық жерге, ауылға. Қаланың қызы келін болып түсіпті. Қаланың қыздары білесіздер, кішкене қазақшаға шорқа болып, орысша сөйлеп қалған қыздар ғой. Сөйтіп, как я скажу, папе, маме, как я могу сказать спокойной ночи деген ғой, қалай айтамын деген, айлы түн деп айтасың, жақсы жат жайын тұрыңдар деп айтасың деп. Күйеуі түсіндірген ғой. Сосын мен анау келін жаңағы орысша сөйлеп қалған келін. Атасы мен енесінің комната атып кіріп есікті ашып, енесін көре сала сасқалақтап қалған ғой. Сөйтіп сасқаннан ата ене жатқан жерлерің жайлы болсын депті. Сөйтсе енесі ашуланып кетті, кимият не деп жатыр мынау десе, атамыз айтады дейді, үндемей келінге. Әумин деп жата беріп кетті. Алып қалды ма? Тағы да айтайын ба? Ал рахмет болсын. Дайын ба? Бәрекелді. Ал енді Арысбектің орындауында арнайы Гүлнараның құрметте керемет ән шашу қабыл алыңыздар.
Рысбек пен Гүлнараға бір қошемет соғып қойыңыздар. Міне. Мен ойлаймын, екеуі кәдімгідей семья екен, мама, байқадыңыз ба? Жаңа Рысбек кішкене басында қиналып нетіп отыр еді, Гүлнара жүгіріп деп екінші микрофонды беріңізші деп көмектесіп. Нағыз семья қошемет соғып қойыңыздар, Рысбек. Бақытты болыңыздар. Әрдайым қиналған кезде, қуанған кезде бірге қиналып, бірге қуанып, осындай күліп ойнап, махаббаттарың мәңгі болсын деп тағы бір қошемет соғып қоямын. Қаламаймын ешкімді, қаламаймын өзімді. Бәрекелді. Ал енді қымбат жақсылар, рұқсат болса, мен ортаға Гүлнараның алтындай коллективін шақырым кеп тұр. Жаннұр апайымыз бастаған, Марат ағайымыз қоштаған, Асқар ағайымыз, Маржан апайымыз, Айдос, Мұхтар және де осындағы Ернұр ұлдарыңызды доғыл жапалап Март подушкасы ғой деп жазбайтын. Март деп айттым ғой. Жаннұр, Март, Асқар деп айттым ғой. Марат дедім бәген. Март, бәрекелді. Билеп. Гүлнараның коллективі. Гүлнараның коллективіне, ұстаздарына бір қошемет соғып қойыңыздар. Бәрекелді. Қош келдіңіздер. Рахмет. Ал енді рұқсат болса, Асқар ағадан бастайын, сөйлеп алмаймын. Кім білген негіз? Айдос аға, сіз үлкен жас көрдіңіз? Бәрекелді. Ал рахмет, бағанан бері осы тілегімізді жеткізіп жатырмыз. Ең бастысы осы жастарымыз бақытты болсын деген тілек болсын деп жатырмыз. Көтерген шаңырақтар биік болсын, осы өнерде жүрген, өмірде жүрген, осы алтын інілеріміздің арасында шапқылап жүрген сүйкімді де сүйікті қарындасымыз Гүлнара қызымыздың да міне көрдіңіздер қуанышына бас қосып отырмыз. Бізде бақытты жанның бір екенбіз. Осындай қыздарымыздың дүбірлеген тойына қандай ел, қандай жерге барған жерге бізде араласып отырғанымызға ел жұртымыз аман болсын, халқымыз берекелі, бақытты болсын, ауылымыздың іргесі аман болсын, осы алтындай ұзатып бара жатқан мына құдаларымыздың ауылы аман болсын. Бақытты не деп бағаласаң, бақыт деген ұзатылған қыз депті, ұл дегеннің артындағы із депті, байлық деген қолда тұрған мұз депті, соңындағы сыйласатын сізбенен және біз депті деген екен дейді. Осы қамшының сабындай қысқан өмірде құдалықтарыңыз мың жылдық болсын, жастар мәңгі бақытты болсын деген еді. Ассалаумағалейкум, алтыннан ардақты, күмістен салмақты бүгінгі дүбірлі тойға келген Құдан 1000 жылдық деп, 100 жылдық деп барлықтарыңыздың бастарыңыз қосылып жатқан осы бір қуанышты сәтте барлықтарыңызды бүгінгі дүбірлі тойларыңызбен құттықтаймын. Жамбыл дедім, жамбыл атын білгеннен, жамбыл дедім, өлең жырды сүйгеннен, жамбыл рухын сыйлағандар аз емес, жырын тыңдап жігер асқақ күйгенген. Жамбыл деймін ойды сезім кернесе, жамбыл деймін көңілді күй тербесе, кімді үлгі етереді қазағым, пір тұтатын жамбылдана келмесе. Жамбыл десем асқақ ойлар елестер, жамбыл менен күл адамзат теңесер. Асып туған заманнан дана көп, қайсысы бар жамбыл менен теңесер. Сүйім байдай асқақ шыңнан баталған, халық атын шын атын деп таныған, семсер сөзді тек намысқа жаныған, айналайын жамбылдайын атамнан деп. Бүгін ақындар мен батырлардың елінде, Жамбыл ауданымыздың жерінде, ұзынағаштай қасиетті киелі ақындармен бүгін батырлардың киелі ұзынағаштың төрінде болып жатқан құдалықтарыңыз 1000 жылдық болсын деп бір қолға шөмет ұрпайыңыздар. Самал ессе қырдағы көлдің беті жыбырлап, алмағаштар жырлады ақшыл көйлек киіп ап, сыбырласты гүл шоғы қызғылығын мазақтап, билей шаршада жығылуға азап қап, жігітіне сырайса, қыздың ерні үлбіреп, екі ғашық қуанса, оқ бір-бірін сүйді деп дейді. Олай болса, екі ғашыққа, екі жасқа мәңгілік махаббат тілеймін. Бүгінгі дүбірлі тойларыңыз, құдалықтарыңыз құтты болсын. Аға тәте сіздерге ұзақ ғұмыр тілеймін. Ең бастысы төрде отырғанына, әжеме, апама, Жамбыл атамыздың жасына жетіңіз. Әрқашан той қуанышты көре беріңіз. Алла тағала сізге ұзақ ғұмыр берсін, денсаулық берсін. Мына Қызылордадан, сыр елінен келіп жатқан барлық құдаларға әрқашан денсаулық, бақыт, байлық тілеймін. Мына бақ ауысады, ырыс жұқсады дейді. Бақ қалай ауысады? Бақ
байлықпен ауысады, өнермен ауысады, біліммен ауысады, ырыс жұғысады дейді. Мысалы біз жаңа машина сатып алсақ, жаңа үй сатып алсақ, айтамыз қуанып. Бүгінгі той, бүгінгі жасап жатқан тойың жұғысты болсын, бүгінгі алып жатқан машинаң жұғысты болсын, бүгінгі салып жатқан үйің жұғысты болсын деп айтамыз. Сол сияқты бүгінгі дүбірлі той барлықтарыңызға жұғымды, жұғысты болсын, бақыстарыңыздан бақ таймасын деп бір қолға шамай тұрып қояйық. Тойларыңыз құтты болсын. Ал бәрекелді, құрметті құдалар, келген қадамдарыңызды Алланың нұры жаусын. Мынау 2 жасымыз бақытты болсын, Гүлнара бауырым бақытты болыңдар, өмір жастарыңыз ұзақ болсын. Мынау көтерген шаңырақтарың биік болсын. Мынау ағайын айтады ғой, өмір деген көл екен, жүзіп жүріп өтесің, дүние деген шөл екен, бейнетпен зорға жетесің. Алтыннан сарай салсаң да, бәрін тастап кетесің, тіршілікті сыйласаң, құрметті құдалар, бәрі сонда мақсатқа жетесің деді. Олай болса, осы 2 жасымыз бақытты болсын деген ниетпен алдыңыздағылардан алып қойыңыз. Құрметті тойға келген тойшыл қауым, қадамдарыңызға Алланың нұры жаусын. Бүгінгі тойларымыз құтты болсын. Мына Гүлнарамыз, мен Гүлнарамен танысқаныма 5-6 жыл болып қалды. Одан бұрын танымайтынмын. Мен танығалы бері Гүлнараға өте риза болдым. Апа, жаңағы сіздерге, аға жете, осындай қызды тәрбиелеп отырған ата-анаға үлкен рахмет. Барлықтарыңыздың қыздарыңыз осы Гүлнарадай болсын деп тілеймін. Гүлнар өте жаңағы иманды, ибалы, сыпайы, қарапайым сондай ерекше қыз. Барған жер бақытты етеді деп ойлаймын. Жаным бақытты бол, шаңырақтарың биік болсын, жүздерінен күлкі кетпей осылай қос аққудай айдында жүзе беріңдер. Шаңырақтарында тек қана жақсылық болсын. Енді құдағайды көріп отырмыз. Өзі де 100 жыл адам екен, 3 ұлы бар екен. Енді қызды аңсаған адам ғой. Қалай да болмасын Гүлнараны өз қызындай жаңағы нетеді деп ойлаймын, қабылдайды деп. Бақытты бол жаным. Барлықтарыңыздың отбасыларыңызда той болсын. Армысыздар. Аға тәте бүгінгі болып жатқан 1000 жылдық құдалықтарыңыз құтты болсын. Және Гүлнара мектептен келе жатқан жақын құрбым, саған өмірдегі барлық жақсылықты тілеймін. Гүлнара бізде инабатты да, ибалы, сыпайы да, сыйлы, алтында асыл қызымыз. Барған жерін бақытты қылады да, өзі бақытты болады да деп сенеміз. Бақытты болыңдар, әрқашан жүздеріңнен күлкі кетпей, отбасыларыңда қуаныш бола берсін. Ай, бәрекелді. Ассалаумағалейкум, қазақ елі, тойларыңыз тойласын. Аға тәте, тойларыңыз құтты болсын. Арамыздағы енді Гүлнарамыз бақытты болсын, бақытты болсын, Рысбек бақытты болыңдар. Арамыздағы жалғыз әйбет қызымызды алып кетіп барасыздар, құдалар. Әлпештеп аялаңыздар енді. Гүлнара, барған жеріңді бақытты қыламын деп бар, бақытты боламын деп барма. Сол кезде бәрі жақсы болады. Көп сөйлеме қойын енді, сөзге ол кішкене шортақтауын енді. 2 жастың құрметіне Гүлнараның жақсы көретін әні өзінің сұрауы бойынша найзағай болып деген әнді қабылдауыңыздар айтты. Жүрегім сонша жалынсыз байнам, тұнжырап келдің тағынсыз қайдан. Жеңісі бақыт, жеңіліс қайғы, махаббат деген қарусыз майдан. Махаббат деген қарусыз майдан. Түймедей баққа таңырқай берме, инедей мұңды найзадай көріп, жауатын оттай жабырқай берме.
жүрсің бәрібір шыдап махаббат майдан жүрек жалын келді көр тағы бір сынақ жауын келді көр ай тағы бір сынақ түймедей баққа Ернұрға бір қошемет соқ қойыңыздар, керемет ән болды. Рахмет. Ал енді қымбат жақсылар, сот болса, мен ортаға осындай кереметтей бар жақсыны жиып, алдарына барын үйіп, бүгінгі той қалай өтеді екен деп жандарын шүбірекке түйіп отырған той иелерін шақырғым келіп тұр. Кинодағыдай бәріміз орнымыздан тұрып, орнымыздан тұрып, стоите. Орнымыздан тұрып орнымыздан. Мойнымызды бұрып, шапалағымызды ұрып. Бүгінгі кереметтей той иелері Серік көкемізбен, Ләззат апайымызды ту бол шапалақпен, қошеметпен, асаба алаңына рахмет тілегіне шақырсақ деген етеміз ағайын. Ең керемет той бүгінгі той. Ең керемет той бүгінгі той. Ең керемет күн ол бүгінгі күн. Ең керемет кеш бүгінгі кеш ағайын бірге. Ең керемет той бүгінгі той. Ең керемет күн бүгінгі күн. Ең керемет кеш бүгінгі кеш. Ең керемет сәт қазіргі сәт ағайын бірге. Ең керемет той бүгінгі той. Ең керемет күн ол бүгінгі күн. Ең керемет кеш бүгінгі кеш. Ең керемет сәт қазіргі сәт. Ең керемет той бүгінгі той. 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 Рахмет, бәрекелді. Ал енді қымбат жақсылар, той иелерінің рахмет тілегін орнымызға отырып, асықпай тыңдасақ болады. Мына жалпы қазақта керемет сөз бар. Адам баласына рахмет айтпаған адам, Алла тағала да рахмет айтпайды деп жатады. Папама кішкене кетті өтсін. Осындай кереметтей той иелерінің рахмет тілегін тыңдасақ деген ниеттеміз. Ана баласын 9 ай 9 күн құрсағында көтерсе, әке баласын өмір бақи басында көтеріп жеткен. Бала ертең не ішеді, бала ертең не ішеді, балаға тәрбие беретінде Асқартау әкемізден бастасақ деген ниеттеміз. Сіздің қошеметтеріңізбен Серік көкемізге ду қол шапалақпен микрофон ұстайын. Ал енді жиналған қауым баршаңызға денсаулық тілеймін. Әрқашанда жолдарыңыз болып, аңсаған армандарыңызға жетіңіздер. Содан кейін мына туған туысқандарым, жолдасым, қарындастарым бәріңізге рахмет. Мынау алыстан келіп отырған құда-құдағилар, сіздерге рахмет.
Ақжол. Не деймін енді біздің қызымыз, ұлымыз бақытты болсын. Салып атқан көпірлері өмір бақи болсын, бұзылмасын. Екеуінің басы бір жасықта қаптай. Бар жақсылық деймін. Бәрекелді алында қымбат жақсылар 9 ай 9 күн көтерген, неғымат тартқан түтіннен еңбегінде етілген. Қадірін оның білмесең, қызметінде жүрмесең, ұрғаны алда шегеңнен. Тіршілігіңді сыйласаң, кем емес қалба мегеннен, анаңнан асқан мейірбан табылар саған қай жерден. Үнімнен менің ояндың, таңата бесік даяндың, әлдейін кетпес құлақтан анашым менің аяулым. Анашым менің ақ бұлағымсың, шаттығанымсың шалғыған, көрсем деп нұрлы жүрсіңді жеткенше саған асығам. Немерең барын ұмытып, еркелеуге талпынам деген екен. Анасы бар жандар ешқашан қартаймайды дұрыс айтасыздар. Анасы бар жанның басында алтыннан тәж болады. Алтын тәжімізге, алтын анамызға тұл қол шапалақпен, қошеметпен, микрофонды ерекше тапсырайық шағын. Жаңа құдалар төрлеріңіз құтты болсын. Барлықтарыңызға денсаулық. Енді келіп өсіп бәріңізге денсаулық өсіп, екі баламыз бақытты болып, екі жаққа да сыйлы, құрметті, ешқандай жаманшылықтарын естіртпей, сіздерді бақытты болып, өздерін бақытты етсін, бақытты болсын өздері. Енді мына туған туысқандарыма, және барлық сыйлап келіп жатқан халықтарымызға, мысалы, құда-құдағиларымызға көп рахмет. Бізбен ортақтасып, келіп көмектесіп бәрлері. Анау сонау жақтан әпкелерім, ағаларым келіп жатыр, бәріне рахмет. Сыйлап сонау жақтан ат шапқылап келіп жатқандарына. Сонымен қатар өзімнің абысыным және қайынсіңілім осы жерде жүгіріп, ат шатырып, кешке дейін аяқтарынан таусылып жүгіріп жатқан оларға рахметімді айтам. Енді бәрілеріңізге көп рахмет. Құда ұзағынан сүйіндірсін барлықтарыңызды бәрімізбен, бір-бірімізбен аман саулығымыз жақсы болсын. Енді жолдарыңыз болсын, ақ жол сіздерге. Не деймін енді, мына қызым мен балам бақытты болсын, шаңырақтары биік, босағалары берік болсын. Ары қарай енді жақсылықтар бола берсін, дастарханымыз мол болсын. Ойнап күліп жүре берсін, ешқашан жыламасын, әр уақытта күліп жүрсін. Енді тапсырдым қызымды құдама дегенде, құдама қызымды тапсырамын. Қалай өзіміз қарадық, солай қарайды деп ойлаймын сіздерді. Не деймін енді, сол енді бақытты болсын сағылды. Бәрі өнерлеріміз екеуі жақсы болып, ойнап күліп ортамызда жүре берсін әрқашан. Бәрекелді, қуаныштың көз жасы болғай, бір қошемет соғып қойыңыздар, бәрекелді. Ал енді құрметті жақсылар, кішкене анамыздың көңіл күйін көтерейік. Осындай кереметте құдалықты, мама, қызың мамасы жыламайды дейді жаңа. Бәрі жылап жүр, официантқа не жылап жүр дейді жаңа. Қимайшы. Сөйтсе қызың мамасы жыламайды екен. Сөйтсе қызың мамасы жақындап сұрапты, құдағи, бәрі жылап жүр. Официантқа не жылап жүр. Сіз неге жыламайсыз десе, мен жыламаймын. Мен қызымды оқыттым, шоқыттым, тәрбиемді бердім. Мен неге жылаймын? Наоборот, құдағи жыласын деп отыр. Ал енді қымбат жақсылар, қымбат қонақтар, осындай кереметте той жасап отырған заманның, қоғамның қиындығына қарамай, осынша адамның басын қосып, осындай дүркірет той жасау қазір ерлік ағайын. Осындай ерлік іс жасап жатқан папам
атамыз бен мамамызға аямай бір қошемет соғып қойсаңыздар. Бәрекелді, осы қошеметтің бәрі сіздерге мама бабы. Жалпы құрметті қонақтар, және де осындай кереметтей жарығымен жарық қылған, тамағымен қарық қылған Қарлығаш мейрамханасының әкімшілігіне, бас аспаздарына да қошемет соғып қойыңыздар. Бәрекелді, және де тік аяғынан тік тұрып сіздерге қызмет көрсеткен официант столдарға бір қошемет соғып қойыңыздар. Бәрекелді, және де бүгінгі күнді ертеңгі күнге тарих қылып қалдырып отырған, бұл кісіге де оңай емес, 4 сағат бойы бір тесікке қарап тұрған оператор жігітке бір қошемет соғып қойыңыздар. Бәрекелді, және де кереметтей бүгінгі тойымыздың бас асабасы Айдос ағамыз бен Мұхтар ұлдарыңызға бір аямай қошемет соғып қойыңыздар. Және де кереметтей музыкамен әрлеп сәндеп отырған Алматы шаһарының номер 1 музыканты DJ Манасқа бір қошемет соғып қойыңыздар. Және де күшті өлең айтқан Аяулымға бір қошемет соғып қойыңыздар. Олғанайға бір қошемет соғып қойыңыздар. Ернұрға бір қошемет соғып қойыңыздар. Және де бүгінгі күшті өлең айтып берген Күйбалаға бір қошемет соғып қойыңыздар. Рахмет. Ал енді құрметті қонақтар, маған шапалақ соқсаңдар да болады, соқпасаңдар да болады. Өйткені мен білем, кластасыма қошемет соғып қойыңыздаршы. Мені қолдап жүрейін. Ешкім көрмейді өзімді қойды. Ал енді қымбат жақсылар, қымбат қонақтар, дегенде құлақмет, қолын сойса болады расымен. Той бастар үлестірген папамыз бен мамамызға мың рахмет деп той бастар алдырайық. Бүгінгі тойдың соңы келесі тойдың басы болсын деген ниетпен той бастар ағайын, той бастар. Бәрекелді, ал енді қымбат жақсылар, той бастардың әнін Аяулым қыздарыңыз айтып берсе рұқсат па? Аяулымға бір қошемет соғып қойыңызшы, Аяулымның орындауында бір той бастардың әні болсын. Ал сіздер той бастардың жыртатын жерін жыртып, құртатын жерін құртуға рұқсат, той бастарды ашық деп жариялаймыз. Қарсы алыңыздар, Аяулым.
біз қазақпыз ғой, дастарханға батамен отырамыз, дастарханнан да батамен тұрамыз. Осындағы кереметте Рамазан ағамыздан Илләк яумин деп баталып алайық, одан кейін баршамыз асықпай, би алаңына шығатын боламыз, той біткен жоқ, келейміз әлбетте. Елімізге сауық болсын, амандық болсын, елдерге сауық, амандық берекелігін жасаймыз. Бүгінгі болған құттықтарымыздың жолдары аман болып, халқымыз аман есілесін, бала-шағалар аман болып, баламыз бақытты болсын. Амин. Бірге далайда ақ көйлек, көк көйлек киген арулар бүгінгі тойда адуши билеп қалдар. Жастар биге, мастар биге, ата-апалар спальниге. Ури-ури га-га-га, с вами был номер 1 тамада. Келесі кездескенше, пока.